сәлем, бүгін қызыл тұшпара жасаймыз. Қамырымызға ұн, жұмыртқа, қылша және тұз қажет. Тартылған етімізге пиязымызды, бұрышымызды, тұзымызды салып дайындаймыз. Қылшаны блендерден немесе теркадан өткізіп, азғантай су құйып, елеуіштен өткізіп алыңыздар. Үлкенірек ыдысқа жұмыртқамызды, тұзымызды, қылша суын құйып, біртіндеп ұнымызды да салып, қамыр илейміз. Қамырымыз тығыз болу керек. Ас пленкасына орап, тындырып қойыңыз. Қамырымыз жарты сағатта дайын болады. Дайын қамырымызды жұқалап, домалақ тәріздес етіп жайып аламыз. Оны ойшықтармен ойып, қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызға дайын фаршымызды салып, тұшпара түйеміз. Отымызға су құйып, қайнағаннан кейін тұшпарамызды салып, 5 минут қайнатып аламыз. Сіздерге ас болсын.